Мен Еңкесін Мәдина Жүсіпова, Ақтөбе облысы Темір ауданы Шұбарлық гимназиясының биология пәні мұғалімі. Тіршіліктің үздіксіздігін қамтамасыз ететін қандай қасиет деп ойлайсыздар? Бұл баянға назарымызды аударайық. Барлық тірі ағзалар ұрпақ әкелуге қабілетті. Тіршіліктің үздіксіздігі осылай қамтамасыз етіледі. Олар өз-өздерін қайталайды. Оқушылар өте дұрыс айтасыздар. Тіршіліктің үздіксіздігін қамтамасыз ететін бұл қасиет көбею деп аталады екен. Оқушылар, бүгінгі біздің жаңа сабағымыздың тақырыбы жануарлардың көбею формалары. Осы сабақта қол жеткізетін оқу мақсаты жануарлардың көбею тәсілдерін салыстыру, сабақ мақсаты тірі ағзаларға тән қасиет көбеюдің түрлерімен танысу, олардың ерекшеліктерін білу, маңызын түсіну. Көбею. Тіршілік дүниесін құрайтын ағзалар мәңгі тіршілік етпейді, олар да қартаяды, әртүрлі ауруларға ұшырайды, немесе түрлі себептермен тіршілігін жояды. Алайда олардың көбею қарқыны жоғары болғандықтан жер бетінде тіршілік үздіксіз жүріп отырады. Тіршілік иелері әртүрлі жолдармен көбейеді. Көбеюдің екі жолы бар. Жыныссыз көбею. Жыныссыз көбею гаметалар түзілмейді, көбеюге бір ғана ағза қатысады. Көбеюдің екінші жолы жынысты көбею. Гаметалар түзіледі, аталық аналық ағзалардың қатысуымен жүреді. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы түсінікті болса, біз сіздермен бірнеше тапсырмалар орындап көрейік. Бірінші тапсырма термин сөздерді анықтау. Жынысты көбею, жыныссыз көбею, бүршіктену, тартылмайды емес, ұрықтану. Осы бойынша тапсырманы дәптерлеріңізде орындаңыздар. Екінші тапсырма кестені толтыра қойып, яғни жалпы көбеюдің ұқсастығы неде? Және де жыныстың көбеюі мен жыныссыз көбеюдің айырмашылығы неде? Үшінші тапсырма сурет бойынша сәйкестендіру. Рахмет.